Қайырлы күн, құрметті Ермек Бекенұлы. Бүгін кемелдік пен креатив жобасы аясында сізге бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Бірінші сұрақ, ұрпақтар арасындағы диалог пен сабақтастықты нығайтуда ақсақалдар кеңесінің рөлі қандай? Енді еліміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасыменен осыдан 3 жыл бұрын ақсақалдар кеңесі құрылған. Білесіздер, ассамблеяның астында ақсақалдар кеңесі бүгінгі күні қоғамымызда үлкен рөл атқарып отыр. Өйткені Қазақстанда әртүрлі этностар тұрады. Біздің басты байлығымыз бұл халықтар достығы. Осында сондықтан сол халықтар достығын нығайтуға, елімізде жастарға өткен тарихты жеткізіп, ұрпақтар сабақтастығы деп айтамыз, соны сол жастарға тәлім тәрбие, ұлттық құндылықтарды сіңіріп, ұлтына қарамай, оның жаңағы этносына қарамай, сол қазақтың ұлттық құндылықтарын бойларына сіңіріп, қазақ халқының тарихын жеткізіп, одан қалды мынау еліміздің болашағын, сол елімізде президентіміздің мынау жаңағы халыққа жолдауларын жеткізіп, осының бәрінде қазір мынау ақсақалдар кеңесі өзінің жұмысын сол бағытта атқарып жатыр. Жастармен кездесу өткіземіз, мектептерде кездесу өткіземіз, колледжлерде кездесу өткіземіз, жоғары оқу орындарында студенттермен кездесіп, жұмысшы жастармен кездесу өткізіп, соның бәрінде сол жаңағы мынау үлкен бір қағиданы айтып кетті. Тағы да айтайық, президентіміз ақырғы құрылтайда адал адам, адал еңбек, адал табыс деп сол жастарға айтып жатырмыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қардың тіленбей деп еңбек ету керек. Бүгінгі күні барлық жағдай бар еңбек етуге. Сондықтан бүгінгі күні осындай жұмыс атқарып жатыр енді ақсақалдар кеңесі. Келесі сұрақ, сіздің ойыңызша қазіргі заман жастарына қандай құндылықтарды бойға сіңіру қажет деп ойлайсыз? Енді қазіргі заманда, бүгін қазіргі заман нарық заманы деп жатырмыз. Нарық заманы барлық дүниенің барлығы коммерцияға айналып кетті. Айналып коммерция барлық жаңағы мәдениет саласында да, басқа дүниелерде де барлық жерде мынау коммерцияландыру өте қатты жүріп кетті. Соған қарамай ең басты бүгінгі күні ол құндылығымыз жастарға сіңіретін ол адамгершілік, ол сыйластық, ол жаңағы мейірбандық, мейір. Адамның мынау жаңа айтып отырмыз ғой, мынау жаңағы нелерге, қарттарға көмектесу, болмаса жаңағы тұрмысы нашар адамдарға көмектесу, волонтерлік мынау үлкен жаңа қозғалыс болып жатыр. Соның барлығы мынау жаңағы мейірімділікті жастардың бойына сіңіріп, бір-біріне көмектесу деген, бір-біріне қарасу деген. Одан қалды жаңа айттық, мынау еңбек ету, ең басты еңбекпенен білімді қою керек. Білімді болсаң, мысалға білімді білекті бірді жеңеді, білімді мыңды жеңеді деп қазақ айтып кеткен. Сондықтан білімге құштарлығы мықты болу керек жастардың. Бүгінгі күні айтып атамыз, кездескенде жастарға, өз балаларымызға да айтамыз, жалпы жастармен кездескенде айтамыз, бүгінгі күні бір диплом аз мысалы. Бүгінгі күні бір диплом аз, бүгінгі күні заман талабына сай бірнеше оқу орнын бітіреді. Бір 3-4 диплом аз дегенде 2 диплом болу керек. Ол дегеніңіз әрмен қарай өзінің білімін жетілдіріп, жаңа бірнеше мамандық алып, жаңа заман талабына сай, жаңа технология, заман деген өзгеріп жатыр. Мысалы, енді жаһандастық заманы, технологиялық мынау өзгерістер заманы, сол заман талабына сай жаңағы білім болу керек. Білім бар болатын болса, еңбекке құштарлық болатын болса, әрине бәріне де жетуге болады. Сондықтан бұл басты құндылықтардың бірі. Одан енді адал болу керек, еліңе адал болу керек, халқыңа адал болу керек, өзіңнің жанұяңа адал болу керек. Адалдық енді адалдық жүрген жерде осының бәрі де болады ғой деп ойлаймыз. Енді отанға деген сүйіспеншілік, отанға деген махаббат, еліңе, халқыңа, өзіңнің тіліңе деген сүйіспеншілік, соның барлық адамның бойында болу керек деп ойлаймын. Рахмет. Және соңғы сұрақ, өз өмірлік тәжірибеңізден мысал келтіре отырып жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді жастарға беретін кеңесіміз талаптыға нұр жауар дейді қазақ.
әр адам өзі талаптану керек. Америкада бар ғой, адам өзін өзі жасады дейді, сделал сам себя деп айтып жатады ғой. Но адам өзін өзі жасайды, адам өзіне өзі жол ашады, адам өзі талпыну керек. Талпынсаң, мысалға бәрі де болады адам. Енді мен өз еңбек жолымды мектеп бітіргеннен кейін қазір лицей дейді, ол кезде училище, жаңағы ауыл шаруашылық профессионал техникалық училищесін бітірдім, СПТУ деймін, соны бітіріп, трактор отырдым, тракторист болдым. Сол әскерге барып келдім. Сол бір бригадада 8 жыл жұмыс істедім, трактористтен бастап, содан кейін жаңағы сырттай оқуға түстім. Оқуға түсіп агрономдық, сол агрономдық оқу бітірдім сырттай, сол тракторист болып жүріп, одан сол жаңағы агроном есепші болып, одан сол бригадир болдым. Сол өзімнің талабыммен талаптанып, мынау жұрттың істеп жатқан қызметін мен неге істемеймін дегенде, сол арман қарай бас экономист болдым. Содан сол ауданда жаңа үкімет құрылған кезде, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде сол аудандық экономика басқармасын басқардым. Аудан әкімінің орынбасары болдым 11 жыл. Соның бәріне өзім сол талабыммен өзім адам жаңағы айттым ғой, білім алуға құштарлық болу керек, үйренуге болады бәрінде. Қазір сіздер жастар бақытты. Біздің кезімізде интернет болған жоқ. Бірнеше журнал жаздыртып аламыз, газет жаздыртып аламыз, содан анау жаңағы мақаланы іздеп жүріп тауып аламыз, болмаса жаңағы техникалық бір нелерді. Қазір Құдайдың рақаты жастарды кнопканы басып қалдың, саған не керек, Гуглыңнан бәрі шығып түгілі. Өзіңнің талабың болсын, соның ішінен іріктеп. Мен кейде қызығам қазір жастарға. Шіркін-ай, менің өзім сол іздеп, әлі де сол ізденемін, әлі де оқимын сол. Біздің кезімізде енді қазір білмеймін жастар, біз кезімізде конспект жазатынбыз. Мен өзім осы қазір енді әкім болғасын жалқауланып кеттік, әйтпесе сол әкім болғанға шейін 47 жасыма шейін конспект жаздым. Адамның өйткені жаңағы зрительный память дейміз, адам көзімен қарап өз жазған дүниесі адамға жаңағы таспен қашап неткендей неңде зердеңге сақталып қалады. Сондықтан сол конспект жазып сөйтіп барып оқыдық, Аллаға шүкір. Сондықтан жастарға тілейтінім сол адам өзі талаптану керек. Адам өзі талаптанатын болса, алынбайтын қамал жоқ. Бүгінгі күні жастар қайда оқуға барамын демейді, Гарвардқа барасың, Оксфордқа барасың, есік ашық. Қандай қызметке тұрамын дейсің, есік ашық. Жұмыс көп. Қазіргі жастар өздері талаптанбайды. Автоэлектрик деген бар мысалы. Мәшинем сынып қалды. Енді автоэлектрик барсам, кәдімгі врачқа жазылғандай подзапись. Жоқ, орын жоқ. Енді айтам жастарға, сен неге оқымайсыңдар? Мен автоэлектриктің оқуы қандай? 15 минут жұмыс істеді, 15 мың теңге ақша. Ал енді жұмыс емес пе? Жұмыс. Сондықтан бүгінгі күні жұмыс істеймін деген адамға ендігі жылы президентіміз айтып жатыр, еңбек адамның жылы деп. Сондықтан бүгінгі күні сол қарапайым жұмыс істейтін адамдар жоқ. Бүгінгі күні анау инвесторлардан естіп жатамыз, тракторист жоқ отыратын, комбайнер жоқ отыратын. Қазіргі комбайнға немен отыр? Қазір комбайның анау әкімнің кабинетінен артық. Жұмсақ кресло, мына жағында музыкальный центр, мына жағында компьютер, бәрі туған жерде көрініп тұрады. Анау дөңгелек қалай айналып жатыр, анау бидай қалай түсіп жатыр, анау карточкасы дейін көрініп тұр, анау қай жерден өтіп жатыр, қай жерден тоқтап қалды, түп-түгел бәрі көрініп тұр. Сен тек қана рөлде отырасың, Құдайдың рахаты. Неге істемеске? Анау тракторлар қандай қазіргі заманауи. Сондықтан бүгінгі жастар бақытты, еңбек етсе барлығы да болады. Қазақстанның болашағы айқын, Қазақстанның болашағы баянды, тәуелсіздігімізді сақтап қаламыз. Еліміз әрмен қарай аманат осы аталар аманатын ұрпаққа жеткіземіз десек, ең басты дүние бұл сол білім менен еңбек, соған жастар соған шақырамын. Дұрыс айтасыз, сіздің сөздеріңізбен толықтай келісемін. Сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Сізден біраз ақпарат алдым. Үлгі-өнеге аламыз, әрине сіздерден тәрбие аламыз. Сол себепті сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Сіздерге рахмет айналайын.